Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біздер сіздермен жұмсақ бауырсақ пісіретін боламыз. Өте оңай жолымен тез ашитын. Оған керек заттар біздерге дрож, сосын қаймақ саламыз, 2 ас қасық. Үй қаймағы болса да болады, дүкеннің қаймағы болса да болады. Сосын секер 1 ас қасық, тұз 1 ас қасық. Осының бәрін жақсылап бұлғап, тұзымызды ерітіп, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Енді осы неміз ашып, күшті болып тұр. Міне бетіне шығып, қамырға құйып, ұнымызға илейтін боламыз қамыр қылып. Міне жақсылап жұмсақ қылып иледік. Міне өте тамаша жұмсақ болсын. Иін қандырып, енді жауып қоямыз. Жұмсақ. Жауып, жарты сағат 40 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашып, күшті болып тұр. Жұмсақ. Міне қамырымыз жуаладық, кішкене бойын алу керек. Бойын алса өте тамаша болады. Осылай бетін жауып, қойып қоямыз. Где-то 15 минуттай қоям, мен 15 минут қоя тұрасыңыз. Міне қамырымыз бойын алды. Кішкене оқтаумен жайып. Бауырсағымызды домалақтап жасаймыз қазір. Қамырымызды жайдық, міне осылай кесіп аламыз. Міне осылай жасап, кішкене бойын алғанша беттерін жауып қоя тұрамыз. Міне қамырымыз ашып, күшті болып тұр бауырсақтарымыз. Өте тамаша. Бауырсақтарымыз саламыз. Күшті болып жатыр. Өзі айналып тұр ғой. Енді қалған қамырымызды осындай қылып бауырсақ жасап аламыз. Міне өйстіп кесіп алдым. Домалақ бауырсақтан қалған қамырлардың бәрін бір зуала қылып, осылай мына түрінен де пісірдім. Осылай бұны да пісіріп аламыз. Міне біздің бауырсағымыз даяр болды. Домалақ бауырсағымызды жұмсақ, қараңдар қыздар, не. Өте тамаша. Пышный. Маған тіркеліп, қыздар лайк басып кетіңдер. Осындай қылып пісіріңдер. Өте жұмсақ әрі дәмді, тез дайын болады, оңай.